Астана әуежайында жол жүк пен жүк тасымалдайтын жүргізуші қайтыс болды. Астана әуежайында жол жүк пен жүк тасымалдайтын жүргізуші қайтыс болды, деп хабарлады Астана халықаралық әуежайының ресми өкілі PR қызметінің басшысы Тойгүл Жұбанисова. 2023 жылдың 2 қарашасында Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында өзінің жұмыс орнында жол жүк пен жүк көліктік тиеу кабинасында ес-түссіз жатқан жүргізуші табылып, медициналық қызмет шақырылған. Дәрігерлер жүргізушінің биологиялық өлімін тіркеді, деп хабарлады Жұбанисова бейсенбі күні. Жүргізуші 2023 жылдың қазан айында медициналық тексеруден өткен. Таңертең ауысым алдындағы міндетті медициналық тексеруден де өткен. Денсаулығына шағым болмаған. Астана халықаралық әуежайының әкімшілігі қайтыс болған қызметкердің отбасы мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Сондай-ақ Астана халықаралық әуежайы марқұмның отбасына барлық тиісті әлеуметтік көмекті көрсетеді, дейді ресми өкіл.